Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге күлшен нанның жасалу жолын көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге сүт, су, сұйық май, дрожь, тұз, ұн қажет болады. Ыдысымызға сүтті, суды, сұйық майды құйып араластырамыз. Үстіне тұзды салып, кішкене ұн салып, тағы да араластырамыз. Енді дрожжды саламыз үстіне. Дрожжды араластырып, енді ұнымызды салып қамыр илейміз. Біздің қамырымыз тым қатты немесе тым жұмсақ болмауы керек. Мінекей қамырымыз дайын. Енді жылы жерге жарты сағат немесе 1 сағатқа демалдыруға қоямыз. Мінекей қамырымыз көтерілді. Бұл қамырдан 10-12 дана күлшен нан шығады. Міне әрқайсысын 100 граммнан бөліп аламыз таразыға салып. Менде 100 граммнан бөлгенде 12 дана күлшен нан шықты. Арнайы тапамызға бөлінген қамырымызды домалақтап орналастырамыз. Мінекей менде 12 дана күлшен нан шықты. Енді бетін жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымызды енді саусағымыздың ұшымен ортасын ашамыз. Күлшен нан жасаймыз. Күлшен нанның формасына келтіріп, ортасын арнайы тескішпен тесеміз. Мінекей барлығын дайындап қойдым. Енді үстіне жауып 15 минутқа қоямыз. Осы кезде пешімізді 200 градусқа қыздырып қоямыз. Көтерілген қамырымыздың үстіне бір жұмыртқаны жарып, кішкене сүтпен араластырып, үстіне жағып шығамыз. Күлшен нанымыз пісіп шықты. Өте дәмді, керемет, әрі жеңіл, әрі оңай жасалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Қонақ келгенде дастарханға қойсаңыздар болады. Өте әдемі, дәмді. Сіздермен бірге болған Жанар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.
Сәлем достар, бүгін мен сіздерге бала кезден өте жақсы көретін вафли пісіріп көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, пікір қалдыра кетіңіздер. Алдымен бізге ұн, пампушка майы, қант, жұмыртқа қажет болады. Ыдысымызға жұмыртқаларды жарып аламыз. Жақсылап араластырып, үстіне қант салып, оны да араластырамыз. Алдын ала ерітілген майымызды өте ыстық күйінде құймаймыз. Майымыздың ыстығы басылып, жылы болған соң ғана құямыз. Майымызды құйдық, барлығын араластырып, үстіне ұнымызды саламыз. Арасында ұнымыз қалып қоймауы қажет. Әбден біркелкі етіп араластырамыз. Мінекей тестамыз дайын. Вафельницаны алдын ала қыздырып аламыз. Вафельница қызған кезде пісіре бастаймыз. Вафли піскен соң, оны алып, мен стаканмен орып жатырмын. Мінекей осылай кезек-кезегімен пісіріп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, қытырлақ. Үйдегі жақындарыңызға, қонақ келгенде дастарханға қоюларыңызға болады. Сіздермен бірге болған жандар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.